Баршаңызға сәлем достар. Бүгін шырша бүршіктер атты пирожнойлар дайындаймыз. Осындай пирожнойлар жаңа жылдық дастарханның сәнін келтіреді. Бірге жасап көріңіздер. Екі 200 грамм печеньені блендерге салып үгітеміз. Бір жарым ас қасық какао қосамыз. Жүз 90 грамм қойылтылған сүт қосамыз. Отыз грамм бөлме температурасындағы сары май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бізге 200 грамм құрғақ шоколадты таңғы ас қажет болады. Шырша бүршіктерін жасаймыз. Бізде осындай әдемі шырша бүршіктері шығады. Тарелкаға қойғаннан кейін шамал үстінен басыңқырау керек. Сонда шыршаның бүршіктері шамалы ашылады. Құрғақ розмаринді әсемдеу үшін қолданамыз. Оны шамалы жан-жағына сеуіп шығамыз. Бүршіктердің бетіне қант ұнтағын себеміз, сонда ол қар тәрізді көрінеді. Мінеки достар, біздің шырша бүршіктер атты пирожнойларымыз дайын болды. Пирожнойлар өте әдемі және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.